Саламатсыздар ма достар? Менің аты жөнім Спанкулов Маулен, мен заңгермін. Біздің бүгінгі видеомыздың тақырыбы карантин кездегі жұмыс беруші кімді жұмыстан шығара алады. Видеомызда осы тақырыпты толық ашып, үлгілер келтіріп, талқылайтын боламыз. Осы видеоны толық ашпастан бұрын достар, менің YouTube каналыма және Instagram парақшама тіркеліңіздер. Сіздерге керекті деген видеоларды салып, сол видеоларды көріп, заң саласында сауаттарыңызды ашатын болады. Енді біздің видеомыздың тақырыбына келетін болсақ, өздеріңіз білетіндей, қазір біздің мемлекетте 17 күнге карантин енгізілген болатын. Ол карантин ертең созылуы мүмкін. Соған байланысты карантиндағы жұмыс істеп жүрген осы адамдар өздерінің құқықтарын білуі керек. Қазіргі таңда өздеріңіздер білетіндей көптеген адамдар өздерінің жұмыстарынан шығарып жатыр. Ол қаншалықты заңды? Жұмыс беруші сізді карантин кезінде заңды түрде жұмыстан шығара алады. Бірақ достар, жұмыс беруші сізді жұмыстан шығару үшін заңда немесе сіздің осы еңбек келісім шартында көзделген мерзімде алдын ала осы сізді жұмыстан шығаратыны туралы айтып кетуі керек. Оны сізге жазбаша түрде хат қылып жібереді. Кейін 15 немесе 30 күн ішінде сізді жұмыстан заңды түрде шығара алады. Сіздің осындай карантин кезде сокращение болып жұмыстан шығарғаны үшін жұмыс беруші сізге компенсация төлеу керек. Яғни осы сізді жұмыстан шығарғаны үшін. Компенсацияның мөлшері сіздің орта жұмыс ақыңыз. Яғни сіз бір айда 100 мың теңге алатын болсаңыз, келесі айда 200 мың алсаңыз, осы орта жұмыс ақыңыз 150 мың теңге болады сізде. Екінші жағдай, карантин кезде сізді ақысыз демалысқа, яғни отпуск без содержанияға жіберсе, заң саласында жұмыс берушінің бұл қылығы заңды. Алайда сізді осындай ақысыз демалысқа жібергені үшін жұмыс беруші сізге простой төлеу керек. Простой дегеніміз бұл жұмыстың уақытша тоқтап қалуы. Ал егер сіз жүкті болсаңыз, немесе 3 жасқа дейінгі баланы тәрбиелеп отырсаңыз, 14 жасқа дейінгі балаларды жалғыз өзіңіз тәрбиелеп отырсаңыз, немесе 18 жасқа дейінгі балаларды, яғни 18 жасқа дейінгі мүгедек балаларды жалғыз тәрбиелеп отырсаңыз, сізді жұмыстан шығара алады. Бұл айтылып кеткеннің барлығы еңбек шартымен жұмыс жасайтын адамдарға байланысты. Ал егер сіз еңбек шартымен жұмыс жасамасаңыз, ондай жағдайда жұмыс беруші сізді кез келген уақытта заңға қарамай жұмыстан шығарып жібере алады. Соған байланысты достар, еңбек шартын жасасып, заңды түрде жұмыс жасаңыздар. Ертеңгі күні жұмысыңыздан босқа айырылып қалмаңыздар. Осымен біздің видеомыз аяқталды. YouTube каналыма тіркеліп, үлгермесеңіздер тіркеліп алыңыздар. Назар аударғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.